Мен 24 жастамын. Ал менің күйеуім 70-те. Иә, дұрыс естідіңіздер. 70-те бұл оқиға жұрттың күлкісіне не өсегіне емес, өзімнің жүрек жарама себеп болған ең үлкен таңдауым жайлы. Жанымды жаралаған, бірақ біреулерге сабақ болатын шындық. Мен оны алғаш рет көрген күні-ақ ол мені таң қалдырды. Үстінде қымбат костюм, қасында көмекшілері, маңғаз дауыспен сөйлеп, маған туа қараған көзқарасы неге екенін білмеймін. Бірақ ол кезде жүрегім суып кетті. Ол менен 46 жас үлкен. Бірақ мен сол сәттен бастап өмірімде бәрі өзгеретінін сездім. Тек жақсы жағына емес. Мен ауылда өстім. Әкем маскүнем, анам бір күні жай ғана кетіп қалды. Інім болса, бір күні үйлердің бірінен ұрлықпен ұсталып, жасөспірімдер колониясына түсті. Мен жалғыз қалдым. Қалаға арман қуып келген қыздың бәрі секілді, мен де жақсы өмір, пәтер, жұмыс, киім, телефон. Бірақ өмір маған басқа сценарий дайындапты. Бір күні кафеде ыдыс жуып жатқанда бір әйел келді. Қара көзілдірік, қымбат сөмке, ерініне дейін ботокс. Ол маған тесіле қарап тұрып, қызым, сен мұнда не істеп жүрсің деді. Мен жауап бере алмадым. Ол визиткасын тастап кетті, сен сияқты сұлуларға басқа орта керек. Сол күннен бастап менің тағдырым басқа жолмен кетті. Сол әйел арқылы мен Сәліммен таныстым. Ол бай кәсіпкер, қаланың белді адамдарының бірі екен. Қалталы, ықпалды, бірақ көзінде бір суықтық бар. Күлімдегенімен ішінен бір нәрсені жасырып тұрғандай. Ол маған алғашында қамқор аға ретінде қарады. Пәтер алып берді, анама ақша жіберді, інімді түрмеден шығаруға көмектесті. Мен үшін бәрін істеді. Бірақ бұл жақсылықтың артында талап барын кеш түсіндім. Бір күні ол мені кешкі асқа шақырды. Мейрамханада отырмыз, жан-жағымызда күзетшілер, ішінде фортепиано ойнап тұр. Ол менің қолымды ұстап тұрып, сенің маған ұнағаныңа көп болды. Саған болашағымды сеніп тапсырғым келеді деді. Мен үнсіз қалдым. Ол жымиып, маған тұрмысқа шықсаң, өміріңді ертегіге айналдырам деді. Сол сәтте көз алдымда ауылдағы тозған үй, түрмедегі інім, ауру анам елестеді. Мен не айтарымды білмедім. Сол түні мен жылап шықтым. Іштей жек көріп тұрсам да, келесі күні келісімімді бердім. Міне, сол шешімнен кейін менің жаным екіге жарылды. Бір жағында отбасыма көмек көрсеткім келді, екінші жағында өзімді сатқандай сезіндім. Бірақ ең сорақысы, мен ол адамды шын танымайтын едім. Той өтті. Қымбат сарайда жүздеген қонақ, алтынмен апталған дастархан, той көйлегі шетелден әкелінді. Бәрі ертегі сияқты. Бірақ мен өзімді қуыршақтай сезіндім. Жансыз, бетімде күлкі, ішімде қара түнек. Тойдағы фотоларға қарасам, менің жанарымда тек бос кеңістік бар. Бұл менің өмірім бе деген сұрақ миымда айнала берді. Сәлім өте қатал адам болып шықты. Үйде ережелер көп. Телефонды тек белгіленген уақытта қолдануға болады. Достармен кездесу жоқ. Тіпті анаммен сөйлесу үшін рұқсат сұраймын. Менің әлемім, оның зәулім үйі мен үнсіз дәліздері ғана. Бір күні мен үйдің екінші қабатындағы бір есікке назар аудардым. Ол әрдайым құлыптаулы. Ішінен біртүрлі дыбыстар естілетін. Мен сұрасам, ол жеке архив, мазалама деді. Бірақ ішкі түйсігім, ол жерде басқа бір шындық бар деп тұрды. Мен түнде ұйықтай алмайтын болдым. Көп нәрсе түсіме кіреді. Бір түні әлгі бөлмеде тұрған қыздың бейнесін көрдім. Ол жылап тұр. Қасында Сәлім ол қызды бір жерге сүйреп апарып бара жатыр. Мен шошып ояндым. Тек түс қой дедім, бірақ жүрегім тынышталмады. Ол маған суық қарайтын болды. Тіпті мені ұрып соғатын кездері де болды. Бір күні мен қатты ауырдым. Қатты қызуым көтерілді. Ол, анан көріп келге барсын, сенің үстіңде жын бар деді. Мен дәрігерге барайын десем, рұқсат бермеді. Бір қызметшіден сұранып, жасырын ауруханаға бардым. Сол жерде мен жүкті екенімді білдім. Сол сәтте менің ішімдегі бар сезім қопарылды. Бұл менің балам ба? Ол маған ешқашан шынайы ерін тиістірмеген. Тек бір түнде мен қарсылық білдіре алмай жатқанда ол.
Мен бұл туралы ешкімге айта алмадым. Айтуға қорықтым. Мен өзімді кісі өлтіргендей сезіндім. Бұл баланы туған дұрыс па? Ал егер оның әкесі нағыз жауыз болса ше? Ал баланың бойына сол зұлымдық өтсе ше? Мен күнде айнаға қарап, мен кіммін? Мен әйелмін бе? Құлмын ба деп сұрадым. Бірақ менің өмірімдегі ең үлкен шындық мені күтпеген бұрылыс бұрышта тығылып тұрған еді. Бір күні мен әлгі құлыпты есікті ашып тастадым. Ішке кірсем қабырғада суреттер. Бір қыздың суреттері. Бет әлпеті маған ұқсайды. Жанында Сәлім қолын ұстап тұр. Бірақ ол суреттегі қыз тірі емес. Оны іздеу парақшалары ескі газет қиындысы, бір бөлмеде бәрі шашылып жатыр. Ал үстелдің үстінде видео кассета. Мен оны қостым. Видео ашылғанда жүрегім тоқтап қала жаздады. Ол қыз жалынып, жылап мен кеткім келеді деп жатыр. Ал камера артындағы дауыс сен енді меніксің дейді. Ол дауыс менің күйеуімдікі еді. Жанымды қысып келген осы шындықпен не істерімді білмеймін. Менің өмірімнің шын беті енді ғана ашыла бастады. Ал ең қорқыныштысы менің ішімде оның баласы өсіп келеді. Сол түн ұйқыны ұрлады. Видео көруден кейін өзімді тірідей көмілгендей сезіндім. Жастығым су болды. Әлгі қыз оның жан айқайы, жалынышы, қорқынышы бәрі менің жүрегімде жаңғырып тұр. Мен ол видеоны қайта қосқым келмеді. Бірақ миымда сол сөздер қайталана берді. Сен енді меніксің. Таңертең ерте тұрдым. Сәлім әдеттегідей үйде жоқ. Қызметкерлерге ештеме білдіртпей қайтадан сол бөлмеге кірдім. Барлығын мұқият қарап шықтым. Қағаздар ескі күнделіктер. Бір жерде 1997 жыл деп жазылыпты. Сол жыл мен әлі тумаған да едім. Ал суреттегі қыз сол жылдары жоғалған екен. Аты Мәдина, 21 жаста. Алматыдан әдемі, ұзын шашты, ақ құба. Бір түрлі маған ұқсайды. Өте ұқсайды. Тіпті бір сәтте мүмкін туысымыз ба деп ойлап қалдым. Бірақ ең қорқыныштысы ол қыздың артынан ешқандай ақпарат қалмаған. Сол күні кешке мен Сәліммен алғаш рет бетпе-бет ұрыстым. Оның көзінде суық, іші жауыздыққа толы екенін енді ғана сездім. Мен оған, бұл үйде менен бұрын тағы бір қыз болған ба? Дедім. Ол үнсіз қалды. Тек жай ғана сен артық сұрақтар қоя бастадың деді де шығып кетті. Есікті тарс жауып, сол түні мен алғаш рет осы үйден қашып кетуді ойладым. Бірақ қайда? Менің құжаттарым жоқ. Телефоным оның бақылауында. Тіпті достарымда қалмады. Сәлім бәрінен мені алшақ ұстады. Менің айналамда тек ол ғана бар еді. Мен тек сол адамның меншігіне айналып кеткенімді енді ғана түсіндім. Ертесі күні үйге бір әйел келді. Жасы 50-лер шамасында. Өзін Сәлімнің адвокаты деп таныстырды. Мен оның сөзін дұрыстап та тыңдай алмадым. Бірақ бір сәтте ол, кешегі әрекеттеріңіз күйеуіңіздің абыройына нұқсан келтіруі мүмкін деді. Мен аң-таң болдым. Ол тіпті менің кешегі бөлмеге кіргенімді де біліпті. Сол күннен кейін мені үйден шығармай қойды. Тіпті бақшаға шығуыма да рұқсат жоқ. Телевизор өшірілген. Интернет бұғатталған. Мені түрмедегідей ұстады. Қызметкерлер де менен теріс айналды. Бір ғана адам, Айнагүл есімді еден жуушы ғана маған анда-санда жанашырлықпен қарап жүрді. Бір күні ол маған жасырын түрде, сен бұл жерден кетуің керек, қызым деді. Мен көз жасымды тия алмай, қалай? Ол бәрін бақылауда ұстап отыр дедім. Сол кезде ол күрсініп, Мәдинада дәл осылай жылаған деді. Менің денем дір ете қалды. Сіз оны білдіңіз бе? Мен бұл үйде 1995 жылдан бері жұмыс істеймін. Бірақ Мәдинадан кейін ешқашан ештеңе бұрынғыдай болмады. Ол да осы үйге келін болып келді. Бірақ бір күні жоқ болып кетті. Полиция келген, бірақ Сәлім бәрін кетіп қалған деп жаба салды. Бірақ менің ішкі түйсігім ол қыздың жай кеткеніне сенбейді деді Айнагүл. Бұл сөздер менің соңғы үмітімді де сындырып кетті. Мен де Мәдинаның жолын қайталайын деп тұрмын ба? Егер менде жоғалып кетсем, ешкім іздемейді. Менің анам ауруханада, інім ауылда, достарымнан айырылдым.
Ал ішімдегі сәбидің тағдыры не болмақ? Осы ойлар мені іштен жеп барады. Бір күні Сәлім қатты ашумен үйге кірді. Қолында газеттің қиындысы бар. Онда менің суретім мен бизнесменнің жас әйелі жоғалып кетуі мүмкін деген тақырып тұрды. Біреу мен туралы жазған. Біреу менің жағдайымды байқапты. Мүмкін мені көріп қалған да шығар. Бірақ бұл Сәлімді ашуландырды. Сен не істедің? Кімге айттың? Мен үндемедім. Ол менің қолымды бұрап, сен мені масқараламақшысың ба? Мен сені мына жерден тірі шығармаймын, деді. Сол түні мен бірінші рет шын мәнінде өлемін деп ойладым. Бірақ таңертең ол маған қарап, басқа адамға айналғандай болды. Бетіме шай әкеліп күлімсіреп, кешір, қатты кетіп қалдым. Жай ғана мен сені жақсы көрем деді. Бірақ бұл сөздер мен үшін енді құр дыбыс қана еді. Сол аптада мен ішімдегі нәрестенің қозғалатынын сездім. Алғаш рет. Қорқынышты. Бір жағынан қуаныш, бірақ бәрінен бұрын үрей. Бұл сәби неге менің өміріме келді? Бұл оның баласы болса да мен не істеуім керек? Менің ең үлкен қорқынышым бұл баланың да осы үйдің тұтқыны болатыны. Мен кеткім келеді. Бірақ ол маған еш мүмкіндік қалдырмайды. Бар үмітім Айнагүл, мен оған хат жаздым. Онда маған көмектесіңіз. Құжаттарымды қайтарыңыз. Бұл үйде болғанның бәрін білемін деп жаздым. Хатты ескі кітаптың ішіне тығып, Айнагүлдің жәшігіне салып қойдым. Бірақ арада 2 күн өтті, жауап жоқ. 3 күн үнсіздік. 4-ші күні мен Айнагүлді көрмедім. Ол жұмысқа шықпапты. Қалған қызметкерлер ауырып қалыпты деді. Бірақ мен сенбедім. Сол күні түнде менің бөлмеме біреу ақырын келіп кірді. Ол Айнагүл еді. Қолында бір конверт. Ішінде менің төлқұжатым, ақша, пойыз билеті. Ол сыбырлап: қазір кет. Таңды күтпе. Артқы есікпен шығасың. Бірақ жүгір, артыңа қарама. Сәлім бәрін біліп қоюы мүмкін деді. Мен есеңгіреп қалдым. Шешім қабылдауым керек еді. Бірақ менің бір ғана уақытым бар: қашу. Не қалу. Және бұл жолы мен өзім үшін емес, ішімдегі өмір үшін таңдау жасауым керек болды. Айнагүл кеткен соң бөлмемде бір сәт үнсіздік орнады. Конвертті қолыма қысып төсекте қатып қалғандай отырдым. Көңілімде сан түрлі ой, бойымда қорқыныш пен үміт қатар жүгіреді. Қашайын ба? Әлде күтейін бе деген сұрақ жанымды жеп барады. Бірақ жүрегім, қазір не кетесің, не ешқашан шықпайсың деп тұрғандай болды. Мен баяу киіндім. Іш киімімнің арасына төлқұжат пен ақшаны тығып алдым. Жүкті болғанымды сездірмейтін кең пальто кидім. Қатты шапшаң қимылдай алмаймын. Артқы есікке дейін ұзақ жол, ұзын дәліз, баспалдақтар, күзет камералары, бірде-бір дыбыс шығаруға болмайды. Есікті аштым. Қызметкерлер ұйықтап жатыр. Үйдің іші тас қараңғы. Сәлімнің бөлмесінің есігінен жарық жылтырайды, ол әлі ұйықтамаған. Мен жүрегімді ұстап, тынысымды тарылтып, аяғымның ұшымен жүріп келем. Дәліздің соңында артқы есік. Бірақ дәл ол бұрышта камера бар. Айнагүл, сол кезде камераға бетіңді көрсетпе деген. Басына капюшон жауып, иіліп өттім. Саусақтарым есікті ұстағанда жүрегім тоқтап қалғандай болды. Кілт салынды, бұрылды, ашылды. Сыртта салқын. Еркіндік лебі соқты. Мен қадамымды аттадым. Бірақ сол сәтте арт жағымнан есік тарс жабылды. Біреу көріп қойды ма? Мен тоқтамадым. Жүгіре бастадым. Қараңғы көшемен, бос үйлердің арасымен. Мені көріп қалмасын деп әр көлеңкеден жасқандым. Қаланың вокзалына дейін 1 сағаттай жаяу жүрдім. Қолымда тек конверт, ішімде нәресте, жанымда үміт қана. Вокзал бос екен. Таңғы пойызға билетім бар. Бірақ менің есімім журналда жоқ. Егер Сәлім іздеу салып қойса, мені осы жерде ұстап алуы мүмкін. Қолымды дірілдеп кассаға созып билет көрсеттім. Кассир ұйқылы ояу қарап, өзіңіз бе деді. Мен басымды изедім. Ол билетке мөр басып кері берді. Перронға шықтым. Жан-жағымды шолып тұрмын. Көңілімде үрей. Бірдеңе болып қалама. Біреу көріп тұрма.
Әлде артымнан қазір біреу келеме? Пойыз алыстан гүрілдеп келе жатыр. Менің жүрегімде сол дыбыспен бірдей соғып тұр. Пойыз тоқтады. Есігі ашылды. Мен кіріп орындыққа жайғастым. Терезеден далаға қарап отырмын. Бір кезде алыстан қара көлік тоқтағанын көрдім. Ішінен екі адам түсті. Силуэті. Біреуі Сәлім сияқты. Мен дереу басымды бұрып, капюшонмен бүркеніп алдым. Қолымды діріл қысып барады. Есіктер жабылсыншы, тек қозғалып кетейікші. Ақыры пойыз қозғалды. Мен ең алғаш рет жылап отырып күліп жібердім. Бітті, мен кеттім. Мен құтылдым. Мен бостандықтамын, деп іштей қайталап отырдым. Бірақ бұл еркіндік ұзаққа созылмады. Бірнеше күн бойы мен жолда болдым. Ескі таныстың үйіне келдім. Ол мені танымай қалды. Көзіне жас алып, сен өзгеріп кетіпсің, деді. Расында мен бұрынғы мен емес едім. Көзімде от жоқ. Жанымда тыншу жоқ. Ішімде тек қорқыныш пен сенімсіздік. Мен жергілікті полицияға барып шағым жаздым. Бірақ олар құжаттарға қарап тек басын шайқады. Құрбым, күйеуің бай, беделді, адвокаттары бар адам. Сенде айғақ бар ма? Видеолар, фотолар, деді. Менде тек естеліктер мен жара бар еді. Бірнеше күннен соң мені полиция бөліміне қайта шақырды. Сәлім арыз жазыпты, әйелім жоғалды, мені қаралайды, өз еркімен кеткен жоқ деп. Олар мені үйге қайтармақ болды. Мен жыладым, өтіндім, тіпті ішімдегі баланы көрсеттім. Бірақ заң оның жағында еді. Осы кезде менің өміріме тағы бір үміт сәулесі енді. Жергілікті журналист қыз, Айда, ол менің әңгімемді естіп, бәрін камераға жазып алды. Бетімді жаптым, бірақ даусымды өзгертпедім. Айда, егер сен шындықты айтсаң, біз бұл істі бүкіл елге жариялаймыз, деді. Мен келістім. Себебі енді жоғалтатын ештеңем қалмаған. Бейнематериал YouTube-та шықты. Бір аптаның ішінде 2 миллион қаралым. Комментарийлер, біз сенімен біргеміз, ол адам жазасын алу керек, бәрі рас болса, тергеу ашылсын. Ел арасында дау туды. Сол күні кешке Сәлімнің адвокаттары маған хабарласты. Сізге 10 миллион теңге, тек үнсіз болыңыз, ешқайда шықпаңыз, деді. Мен бас тарттым. Мен енді үнсіз болғым келмеді. Айда мені қорғауға құқық қорғау ұйымын қосты. Олар менің арызымды халықаралық деңгейде көтермек болды. Мені уақытша баспанаға көшірді. Ал сол арада Сәлімнің үйінде тінту басталды. Журналистер мен адвокаттар полициямен бірігіп, мен айтқан бөлмеге барды. Қабырға артында жасырын сейф, ескі бейнекассеталар, қыздардың фотолары табылды. Оның ішінде Мәдина да бар. Барлығы расталды. Сәлім қамауға алынды. Қоғамда үлкен шу туды. Ол бұрын соңды ешкім күмәнданбаған беделді адам еді. Ал менің даусым жүздеген үнсіз қалған қыздардың үніне айналды. Бірақ бұл соңы емес еді. Алда мені үлкен таңдау күтіп тұрды. Себебі ішімде сол адамның баласы. Сәлім қамауға алынған сәт менің екінші рет дүниеге келген күнім сияқты болды. Бірақ жеңілдік ұзаққа созылмады. Себебі ішімде сол адамның баласы. Кеш сайын осы оймен ұйықтап, таңертең осы сезіммен оянам. Мен бұл баланы жақсы көруге тиіс сияқтымын, бірақ әр кезде оның әкесі кім екенін есіме алғанда жаным дірілдеп кетеді. Дәрігерлер баланың денсаулығы жақсы екенін айтты. Бірақ менің жан дүниемде дауыл. Мен ол баланы туғым келмей ме? Жоқ, мен тек қорқам. Ол туғанда мен оның көзіне қалай қараймын? Егер сол адамға ұқсап кетсе ше? Айда маған үнемі демеу беріп жүрді. Ол менің жанымда жүріп күнде бұл сенің ғана емес, жүздеген әйелдің күресі деп қайталайтын. Ол мені психотерапевтке апарды. Басында ашылып сөйлесе алмадым. Бірақ бір сәтте мен жылап отырып айттым. Мен бұл баланы сүйе алмай қалам ба деп қорқам. Дәрігер маған қарапайым сұрақ қойды. Сенің қолыңда таңдау бар ма еді сол кезде? Мен жоқ деп басымды изедім. Онда өзіңді кінәлама. Сен құрбан емессің. Сен аман қалған адамсың, деді ол. Сол сөз менің ішкі тырнағымды жібітті.
Мен ішімдегі сәбимен сөйлесе бастадым. Оған түнде сен кінәлі емессің. Мен сені қорғаймын деп сыбырлап жататын болдым. Менің ішімдегі бала жаңа өмірдің, үміттің, мейірімнің жалғасы болу керек. Сол арада Сәлімге қарсы сот процесі басталды. Ел ішінде үлкен шу болды. Бүкіл бақ осы іспен айналысты. Бірнеше бұрынғы қызметкерлер тіпті 2 қыз куәлік беруге келісті. Біреуі Мәдинаның туысы. Олар Сәлім бәрін ақшаға көміп тастаған деп ашық айтты. Сол сәттерде мен іштей жалғыз емеспін деп сезіндім. Сотта мен куәгер ретінде сөз сөйледім. Сәлім мені үнсіз қарап тұрды. Көзінде аяушылықта, өкініште жоқ. Тек мені әлі де меншігі сияқты көретіндей. Мен дірілдеген даусыммен бар шындықты айттым. Қалай ол мені бәрінен ажыратып құжатсыз қалдырғанын. Қорқытқанын, құлыптағанын, ең ауыры менің емес, Мәдинаның, Айнагүлдің және тағы басқа үнсіз қалғандардың атынан сөйлеу еді. Сәлімнің адвокаттары мені эмоционал тұрақсыз, өзі келісіп тұрмысқа шыққан деп көрсетуге тырысты. Бірақ бұл жолы ел үнсіз қалмады. Әлеуметтік желілерде, көшелерде жәбірленуші кінәлі емес деген ұрандар тарады. Әйелдер ұйымдары мені қолдап шықты. Сот бірнеше аптаға созылды. Сәлім ақыры кінәлі деп танылды. Ауыр баптармен. Бірақ мен үшін ең үлкен жеңіс ол емес еді. Мен үшін нағыз жеңіс мен өзімді қайта таптым. Қайтадан адам болдым. Соттан кейін мен Айданың көмегімен басқа қалаға көшіп кеттім. Анонимді өмір. Жаңа аты жөнім. Жаңа мекен. Онда мен жалдамалы пәтерде тұрып жаттым. Уақыт өте келе кішкене тігін шеберханасында жұмыс таптым. Қарапайым өмір. Бірақ тыныштықпен, еркіндікпен қымбат. Қыркүйек айында мен босандым. Ұл бала. Қара көзді, қою шашты. Есімін Жанұзақ қойдым. Себебі бұл бала менің үзілмеген үмітімнің жалғасы еді. Оны қолыма алғаш алған сәтте бәрі ұмыт болды. Бәрі кешірілгендей болды. Жаным босап, жүрегім тынышталды. Алғашқы айлар қиын болды. Балам көп жылайтын. Күн түндемей жүргек тамақ, ұйқысыз түндер. Бірақ мен ешкімге сенбесем де бір адамға ғана сенім арттым балама. Ол менің жалғызым. Барым, болашағым. Бірақ бір түнде есігімнің алдына бір конверт тастап кетіпті. Ішінде хат, сен оны менен тартып алдың. Бірақ мен әлі осындамын. Хат қолмен жазылған. Қолы қойылмаған. Бірақ мен бұл жазуды таныдым. Бұл Сәлімнің жазуы. Мен қатты шошып кеттім. Ол түрмеде емес пе еді? Әлде біреуге жаздырды ма? Полицияға арыз түсірдім. Олар қауіпсіздік күшейтіледі деді. Бірақ мен бұрынғыдай тыныш ұйықтай алмадым. Сол күннен бастап мен пәтерді ауыстырдым. Баламды балабақшаға бермей, өзім қарап жүрмін. Ешкімге сенбеймін. Уақытша ғана тыныштық. Мен бұл соңы емес екенін білем. Бірақ енді мен әлсіз емеспін. Енді мен анамын. Енді мен өзімді қорғай алмайтын бір өмір үшін күресетін адаммын. Бір күні балам маған қарап, анашым, неге жылап отырсың деді. Мен оған қарап күлімдеп, жылап отырған жоқпын, балам. Мен жай ғана бақыттымын дедім. Менің тыныш өмірім қайтадан тозаққа айналатын күн туды. Бір қарағанда бәрі жақсы көрінетін, балам өсіп келе жатыр, жұмысым бар, көршілерім күлімдейді. Бірақ ішінде үрей. Көшеде таныс бейне көрінсе, жүрегім зу ете түседі. Телефоным шылдыр етсе, дір етем. Есіктің қоңырауы мен үшін үрейдің дыбысы. Сол түннен кейін, яғни конверт табылғаннан кейін, мен күнде терезе пердесін 2 рет жауып, есік кілтін 3 рет бұрай бастадым. Баламды құшағыма алып ұйықтайтын болдым. Бірақ ұйқы тек көзімді жұмған тұрғана. Іштей мен әр сәтке дайын тұрамын, қашуға, тығылуға, айқайлауға. Бірде мен жұмысқа кешігіп бара жатқанымда, подъезд алдында бір ер адам тұрды. Қолында газеті, көзі мені бағып тұрғандай. Көзіміз түйісіп қалды. Ол жай ғана басын изеді. Бірақ мен бірден жүрегім тас төбеме шыққандай болды. Жүгіріп лифтіге кіріп кеттім. Сол түні терезенің алдында дәл сол ер адамды тағы көрдім.
Бұл кезде соқтық емес еді. Полицияға қайта арыз жаздым. Олар, біз сізге күзет қоя алмаймыз, нақты қауіп жоқ деді. Мен ішімнен, қауіп қашан нақты болады? Біреу баламда кеткенде ме деп ашудан жарылардай болдым. Айдамен сөйлестім. Ол дереу журналистік желілерін қосты. Бірер күннен соң ол маған келіп, ол адам Сәлімнің бұрынғы күзетшісі. Аты Нартай, қазір жеке күзет қызметінде деп тіркелген. Бірақ арасында сені аңдып жүрген сияқты деді. Баламды балабақшаға бермегенім дұрыс болған. Себебі дәл келесі күні Нартай мені дүкеннен қайтып келе жатқанда күтіп алды. Көшенің шетінде адам жоқ бұрышта тұрды. Сәлем деді ол жай ғана. Қорықпа, мен тек бір хабар жеткізуге келдім. Мен шегініп сөмкемнен баллончик іздеп жатқанда ол қолын көтеріп. Қажет емес. Тек тыңда. Сәлім түрмеде ұзақ отырмайды. Ол бәрін сатып алды. 1-2 айда босайды. Сені де, баланы да қайтарып алмақ. Ол айтты, бәрі менікі, ол да, бала да. Ешкім менен тартып ала алмайды деді. Мен бұл сөздерді естіп есімнен тана жаздадым. Бірақ мен енді бұрынғы мен емес едім. Мен үндемедім. Жүгіріп кетпедім. Тек, Сәлім енді маған ештеңе істей алмайды дедім. Ал сен, егер бұл іске аралассаң, өзің де жауап бересің. Нартай мырс етті. Қызықсың, ол ешқашан жеңілмейді. Бұл сенің ғана ертегің. Бірақ ертегі бітеді, қызым. Ол бұрылып кетіп қалды. Бірақ оның соңғы сөзі менің жүйкемді тоздырды. Ертегі бітеді. Сол түні мен Айдамен ұзақ сөйлестім. Біз бірге шұғыл жоспар құрдық. Егер Сәлім босаса, мен шетелге кетем. Баламен бірге анонимді қорғау бағдарламасына қатысам. Біз адвокатпен, үкіметтік үйімен сөйлестік. Құжаттар дайындала бастады. Бірақ менің бір ғана уайымым болды, анам. Ол әлі ауруханада. Оны жалғыз тастап кетуге дәтім бармайды. Айданың арқасында біз анамды да сол бағдарлама арқылы басқа емханаға ауыстыруға келісім алдық. Қыстың басы еді. Ауа салқын, жел қатты. Сол бір кеште мен баламмен саябақта соңғы серуенге шықтым. Қар ұшқындап тұр. Балам жүгіріп күліп жүр. Ал мен жүрегіммен қоштасып жүрмін, осы қала, осы көше, осы тыныс. Бәрі менің өткенімде қалады. Ал болашақ белгісіз. Үйге қайтып келе жатқанда есіктің алдына келгенімде есік ашық тұрды. Мен баламды құшақтап ішке ендім. Жарық қосулы. Біреу болған. Үстел үстінде тағы бір хат, соңғы ескерту. Кетпей қалсаң, екеуің де жоқ боласыңдар. Бұл жолы мен ешқашан қорыққандай қорықтым. Бұл енді ойын емес. Бұл соңғы кезең. Мен таңдау жасауым керек. Сол түні мен ұйықтамай шықтым. Балам қасымда, тәтті ұйқыда. Ал мен чемодан жинап отырмын. Айда бәрін ұйымдастырды. Біз таңертең жолға шығамыз. Бізге жаңа өмір керек. Бізге тірі қалу керек. Бірақ мен ішімнен сезіп тұрдым, кетерде бір нәрсе болады. Таң бозарып атқан кезде менің өмірімдегі ең маңызды таңдау күні келіп жетті. Чемодандар дайын. Құжаттар папкада. Балам киініп тұр. Анам емханаға ауыстырылуға дайын. Айда көлікті дайындап қойған. Біз осы елден, осы өмірден, осы тозақтан кетеміз. Мүлде басқа жерге. Бәрін артта қалдырып, бірақ менің жүрегім тыныш емес. Ішкі түйсік, сақ бол, бірдеңе болады деп қайта-қайта сыбырлай. Көлік подъезге тоқтағанда мен баламды көтеріп шықтым. Айда терезеден қол бұлғап тұр. Көңілімде кішкене үміт жанғандай болды. Бірақ дәл сол сәтте арттан көлік дауысымен бірге тормоздың шыңғырған үні естілді. Қара көлік. Ішінен 2 адам атып шықты. Бірі Нартай, бірі белгісіз. Айда айқайлады, жүгір. Мен баламды құшақтап есіктің екінші жағына қарай жүгірдім. Қолымдағы сөмке құлап түсті. Құжаттар шашылды. Нартай мені ұстап алуға ұмтылды. Тоқта, сені ешқайда жібермейміз. Бірақ мен тоқтамадым. Бар күшіммен қаштым. Айда мені арт жақтан қуып келіп көліктің есігін ашты.
Біз ішке секіріп міндік. Жол бойы Айда көз жасын тие алмай. Мен кешірім сұраймын. Біз сені жеткізе алмадық. Олар бәрін біліп алған деді. Мен тек балам аман болса болды дедім. Біз қала шетіндегі қауіпсіз үйге бардық. Онда бізді күтіп тұрған адвокат пен құқық қорғаушылар болды. Олар шұғыл түрде біздің елден кетуіміз керек екенін айтты. Бірақ мәселе туындады, менің құжаттарымның бірі жоқ. Ол сөмкемде қалып қойған. Онсыз біз шекарадан өте алмаймыз. Мен ішімнен шын менің түсіндім, соңғы шешімді қабылдау уақыты келді. Қашып кете берем бе, әлде соғсам ба? Өз өмірім үшін, балам үшін, әділдік үшін. Сол түні мен ойланып шықтым. Ертеңгі таңда бізде бір ғана мүмкіндік бар, барлығын ашық ету. Телевидениеге, баққа, халықаралық ұйымдарға толық ақпарат беру. Мен тек бір шартымен келістім, менің бет-жүзім жасырылмайды. Мен енді қорыққым келмейді. Ертеңде тікелей эфирде мен өз әңгімемді толық баяндадым. Ештеңе жасырмадым. Бәрін айттым, қалай тұтқындалдым, зорлық, қашу, баланың дүниеге келуі, соңғы қауіп, бәрі. Эфирден кейін интернет жарылып кетті. Әлемдік бақ біз туралы жазды. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы араласып үкіметке қысым түсірді. Ал сол сәтте Сәлімді қайтадан ұстауға ордер берілді. Ол шетелге кетпек болған. Бірақ әуежайда қолға түсті. Менің жүрегімде алғаш рет нағыз тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық арзанға түспеген еді. Мен бәрін жоғалттым, қайта таптым, күрестім. Ең бастысы, өзімді жоғалтпадым. Бір айдан кейін біз жаңа елге көштік. Аты жөніміз өзгертілді. Анам жаңа клиникада ем қабылдап жүр. Балам жаңа балабақшаға барып жүр. Мен тігін шеберханасында жұмыс істеймін. Кешке баламды құшақтап терезеден қарап отырам. Ал ол, анашым, енді бізге ешкім келмейді ме? Жоқ, балам. Енді біз еркінбіз. Бұл менің соңғы таңдауым. Қорқу емес. Үнсіз қалу емес. Қашу емес. Бұл өмір сүруді таңдау. YouTube үшін атауы. Мен бай адамға тұрмысқа шықтым. Бірақ үйден тірі шыққандар аз болған. Превью промпт, суретке. Қара фон. Жас келіншек түрі алаңдаулы, қолында сәби. Артында көлеңке тәрізді бай адамның силуеті. Сурет драмалық жарықта, беті жарықта, көлеңке қатты контрастта.